Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін вупи пай тортын жасаймыз. Тортымыздың диаметрі 22 сантиметр. 4 жұмыртқаны қолдандым. Шекермен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Шоколадымыз бен сары майды ертіп аламыз. Еріген массамызды жұмыртқаға біртіндеп құямыз. Онымызға разрыхлитель мен какаоны қосып, бір қалыпты ғып араластырып, массамызға біртіндеп саламыз. Пергамент қағазын алдын ала сызып дайындап қоямыз. Менің диаметрім 22 сантиметр, 4 коржға жетеді. 3 қасық массамызды салып, бір қалыпты ғып жайып шығамыз. Артылған массамыздан печенье жасаймыз. Декорға қажет болады. Креміне классикалық крем-чизді пайдаланамыз. Творожный сырға сахарный пудраны бірінші араластырып аламыз. Кейін сливкімізді құйып, тағы миксерлеп аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Видеода көрсетілгендей шариктер жасаймыз. Енді тортқа ганаш дайындаймыз. Шоколадқа сары май, кішкентай сливки құйып ертіп аламыз. Ганашымыз дайын. Лопатканың көмегімен шоколадымызды жайып шығамыз. Өзіміздің қалауымыз бойынша әрлейміз. Мен мұнда печеньеларды қолдандым. Вупи пайымыз дайын. Ұнаса лайкты басып, каналымызға жазылуды ұмытпаймыз.